Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жіптен және ілмек бізден, менде 3-ші номер ілмек біз, осы екеуінен носки тоқып көрсететін боламын. Кішкентай ғана носки. Мына жіптің аты пехорка деп аталады. Бұл жіп 50% шесть және 50% акрилден тұрады. Ең бірінші бізге воздушная петля алу керек. Ол бізде былай тоқылады. Ең бірінші бізде кішкене ұшын алып қалу керек біз жіптің. Где-то 10-15 сантиметр. Бірінші воздушная петлямды. Енді маған 52 воздушная петля керек болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 52 воздушная петля аламын. Міне менде 52 воздушная цепочка. Енді мына воздушная цепочканы міне қараңыздар, менде бірінші петля болып саналса, ілмек, бірінші ілмек, екінші, үшінші ілмек. Үшінші ілмекті мына үстіңгі жағынан алып тоқитын боламыз. Міне осыдан. Ары қарай барлығы осы шаш өрілген сияқты болып тұр ғой. Бұл бізде воздушная цепочка деп аталады. Шаш өрілген сияқты болып тұр. Соң үстіңгі жағынан, мына жағынан үстіңгі жағынан алып тоқитын боламыз. Және соединительный петлямен міне. Қараңыздар, мына жерде салдым. Ілмекті іліп алдым, шығарам, и мына жақтан шығарам сразу. Келесі іліп алдым да, мына жерден шығарам, и мына жерден сразу. Бұл бізде жаңағы соединительный петля деп аталады. Осылай соңына дейін тоқып шығу керексіздер. Бір жаңағы ілмекті қалдырмай кезек-кезек. Осылай соңына дейін тоқып шығу керекпіз. Мен тоқып келдім, міне ең аяғы соң, екінші қатарымның соңына. Бос қып тоқыңыздар. Қатты бос емес, но свободно, чтобы аяқта кішкене носки жұмсақтау болып тұрады. Енді тағы бір воздушный петля обязательно. Біз ары-бері поворотными рядами тоқимыз, мына жаққа кеп бұрыламыз, мына жаққа кеп тағы бұрыламыз, ары-бері бұрылып тоқимыз. Сол кезде обязательно воздушная петля тоқимыз бұрылған кезде обязательно. Енді мына жерде тағы да мен бірінші петлям болып санасам, екі, үшіншінің қайтадан өзіңіздің ар жағынан, өз жағыңыз ғой, бер жағы, бер жағы болса, ар жағынан аласыз. Ар жағындағы ілмектен аласыз. Осыдан бүйтіп аламыз, бостау қылып, ағырай тағы тоқимыз. Соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Бостау қылып барлығын жаңағы мына косичкамыз бар, көрініп тұр, косичка, соның ар жағынан алып тоқимыз. Міне соңына дейін тоқыдым, соңына дейін болғанда, қазір мына жерде бос қылып тоқимыз. И мен мына жерде, қараңыздар, мынаны ең ұшындағына мынаны тоқымаймын, и мынаны тоқымаймын. Екі ілмек тастап кетеміз тоқымай. Мына екі ілмек қалды мына жерде менде. Мына біреуі, мынау екіншісі. Енді обязательно бұрылам ғой, сол себепті менде бір воздушный петля аламын. Көтердім, бір воздушный. Енді қайтадан менде ілмегімде біреу, міне екеу, мына үшіншіге саламын. Үшінші ілмекке салып, ары қарай қайтадан соединительный петля тоқимын. Қараңыздар, мына жақ бізде носкидің бас жағы болады. Жаңағы қалай дейді, табан жағы. Мына өкше жағында былай болды, носкиміз бірмен. Енді өзіміз бүйтіп қарап, мынада примерно осынша керек.
1,5 жастағы баланың аяғына. Негізі 1,5 жастағы баланың аяғы 11 сантиметр. Менде 12 сантиметр. Енді мен мына жерге дейін, мына жерге мен белгі беріп қойып едім. Мына жерде мен белгі қойып қоямын. Енді осы жерге де мен тоқимын. Бос қылып тоқимыз. Тартып тоқсақ дұрыс болмай қалады. Бұл бізде соединительный. Тоқи береміз осылай. Сразу былай шығар. Резина осылай тоқсақ болады. Шапкаға, кофтаға, носки, варежке, қолбақтарға, шапка. Осындай резинамен тоқсақ болады. Соединительный тобикпен. Мына жерде мына жерде белгі беріліп тұр. Мына жерде менің біреу қалды. Менің қараңыздар. Бір столбик шығарамын. Біздімде 2 ілмекке. Енді мына белгі беріліп тұрған жерімізді де шығарамын. Біреу. И сразу мынадан іліп алдым ғой да. И тура үстіндегі ілмектен сразу іліп аламыз. Мына барлығы, біздімдегі ілмек, мына үшеуі де косичкамыздың өрілген сияқты столбигіміздің ар жағындағы ілмектер. Мына қараңыздар. Бұлай сразу төртеуінен мен бір ілмек шығардым. И сразу мына жерге белгі беріп қоямыз. Сразу шығардым, сразу жерге белгі беріп қойдым. Енді ары қарай мына ілмекті мен уже жаңа тартып шығарып алдым. Мына келесі ары қарай соединительный столбик соңына дейін. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мына жерге дейін тоқып келесіздер. Мен соңына дейін тоқып келдім. Мына жерде соңғы петля, и бір столбик көтеремін. Бір столбик петля подъема. Енді ары қарай міне соңғы, үшінші столбиктен соединительный жасап, ары қарай соединительный столбиктер тоқимыз. Осылай мына белгі тұрған жерге тоқимыз. Мына жерге дейін белгі тұр, соған бір столбик қалғанда, міне қазір тағы көрсетейін. Мына жерді былай. И міне менде бір столбик мына жерде тұрды. Бір столбик жетпей, мына жерде белгі тұр. Міне бір столбигім біреуін тарып шығарам. Міне мынау менде. И тура алдындағы столбиктің тағдым. И мен алдымда бүйтіп үшеуін сразу қоса саламын, төртеуін жерге. И мен белгіні сразу мына жерге ауыстырып қоямын. Енді қайтадан мына жаққа дейін тоқып келесіздер өздеріңіз. Бірге тоқитын болсақ, ол ұзақ болып кетеді. Бос қылып тоқыңыздар, ең бастысы. Менікі созылып тұр мүмкін. Ары қарай осылай тоқимын. Тағы екі столбик қалдырамыз тоқымын. Бірінші, екінші мына жерге. Мен екі столбик тоқимын. И міне екі столбик қалып бар. Бір
екінші столбик. Қайтадан бір столбик көтереміз, үшінші столбикқа саламыз. Біреу, екеу, үшеу. Саламыз да. Тағы да белгі беріп қойған маркерға дейін тоқимыз. Осындай болып шығады. Міне енді менің бізімде мына жерде маркер тұр, белгі беріліп тұрған жерге дейін мен бір ілмек қалдырдым. Тағы да мына жерден бір ілмек шығарамын, маркер тұрған жерден іліп аламын арғы бетінен. И тура алдындағы соның алдынан іліп аламын. Бізімде 4 ілмек, сразу бір ілмек шығарамын. И мына жерге белгі беріп қоямын. Маркерімді. Келесі қатарда осы жерден біз тағы да осылай қысқартамыз. Ары қарай соңына дейін мына жерден өздеріңіз тоқыңыздар. Осылай жай ғана столбикпен. Мына қарасаңыздар, уже біздің носкиміз шығып келе жатыр. Мына жерден тоқыдым. Енді бір столбик петля подъема обязательно көтереміз. Қайтадан ары кері қарай үшінші столбиктан алдым. Осылай. Жай ғана осылай соединительный столбик жасаумен әдемі қылып мына маркерға дейін тоқисыздар. Мына жерден тоқып келдім. Қайтадан бұл жерде түк өзгеріс жоқ, өстіп қысқарта береміз. Маркер тұрған жерден алдым. Келесі ілмектен іліп аламын. Енді барлығынан шығардым. Енді мына жерге маркер алып қоямын. Енді ары қарай жай ғана басына дейін біз тоқи береміз. Осылай ғана осы соединительный столбикпен әдемі етіп тоқып шығамыз. Міне осындай болып шығу керек сіздерде де. Менімен бірге тоқып жатқан болсаңыздар. Енді ары қарай қараңыздар, барлық столбикті бірін-біріне қосамыз. Мына жерде менде тағы бір столбик бар. Мына жерде барлығында, мына жерде екеу, мына жерде екі столбиктен. Соның бәрін былай қосып шығамыз. Соединительный столбикпен. Мына жерде екі столбигіміз бар. Бір столбик. Мына екінші столбикті осылай қостым. Мына осындай әдемі болып шықты. Енді обязательно бір столбик петля подъема. Мына жерде бір, ілмегімізде бір, екі, мына үшінші столбикпен бүйтіп қосыламыз. Ары қарай барлығын өстіп белгі беріп қойған маркерімізға дейін жай ғана соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Осылай столбиктардан мына жерден бір петля қалдырып тоқимыз. Міне маркеріміздің алдында бір петля қалдырдым, жаңағы айтқандай. Міне оны бір петля шығарам, маркер жауып тастаймын. Енді келесіне және кейінгі столбиктан аламын. Міне барлығынан сразу бір столбик шығарамын. Мына жерге маркермен белгі беріп қоямын. Енді ары қарай жай ғана соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Біз міне өкшесі шығып жатыр носкиіміздің, міне өкше жағы бізде носкидің. Міне осылай соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Соңына дейін
Сейчас петля подъема обязательно. Бұрылып, міне біреу, екеу, міне үшінші столбик. Енді маркерға дейін осылай тоқимыз. Мына маркерімізді маркерға дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Осылай соединительный столбикпен. Мына енді бір столбик жетпей тоқыдым, е? Бір столбигіміз бар, міне бізде. Енді маркерді алып тастаймын. Мына екі столбиктің ар жағынан аламын, е? Мына столбик и төрт ілмек бар біздіңде, соны сразу бір ілмек шығарамын. Енді міне сразу маркер қоя саламын. Ары қарай соединительный столбикпен тоқимын. Соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ең носкиміздің ұшына дейін жай ғана столбик, соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Ең соңғысы столбик болады. Енді бір петля подъема обязательно бұрылған кезде. Бұрыламыз артқа қарай. Енді тағы да ар жақ бетіндегі бір столбиктен соңына дейін осылай соединительный столбик маркерға дейін белгі беріп қойған жерімізге дейін де жай ғана столбик көздеп тоқып шығамыз. Мына жерде соединительный столбик и мына жерде бізде маркер тұр. Маркерімді алып тастаймын. Бұл жерге бір соединительный столбик жасаймын да, міне. И бұл жерге қайтадан маркерімді іліп қоямын. Енді бұл жерде мындай қысқарту жасамаймыз. Бағанадан бері біз кішкене азайтып, қысқартқан жоқпыз, азайтып келе жатты, өкшесі шығу үшін. Енді ары қарай жай ғана соединительныймен тоқып шығамыз. Бір петля подъема обязательно. Бұрыламын. Енді кері қарай қайтадан тоқи беремін. Енді маркерға дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне маркерға дейін тоқып келдім. Енді маркерді алып тастап, мына жерге тағы бір соединительный столбик тоқимыз. Қайтадан маркерімізді іліп қоямыз. Бұл екінші бетіне тоққанда керек болады. Енді қайтадан соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Міне ең қысқартқан жеріміздің носкиіміздің ең ұшына басына келдім. Бір столбик көтердім, мына жерде бір столбик көтердім. И қайтадан артқа қарай маркерға дейін тоқимыз. Кезек столбик тастамай тоқимыз. Маркерға дейін тоқып келдім. Енді мына жерден тағы бір столбик тоқимын да маркерімді іліп қоямын. Қайтадан да ары қарай қайтадан соңына дейін тоқып шығамыз. Ұшына дейін маркерға дейін тоқып
тастаймын да осы жерге міне бір столбик соединительный тоқып маркерді қайтадан орнына қоямын. Енді ары қарай жай ғана соединительный столбик тоқимыз. Енді сіздер байқаған болсаңыздар, міне екі қатар бен міне екі қатар жай ғана тоқыдым. Бұл менде мына 13-ші, мынау қазір тоқып жатқан 14-ші столбигім, мынау қазіргі тоқып жатқан міне мынау менде 13, 12, 11-ші столбик жай ғана ары бері тоқыдым. Мына жерде азайтқан жоқпыз. Енді мына қатарда мен азайтамын. Қарасаңыздар, енді мына жерде менде 4 столбик қалу керек. 1, 2, 3, 4. Міне 1, бірінші, екінші, үшінші, 4. Енді мен бір столбик көтеремін да кері қарай қайтамын. Артқа қарай тоқыммен 1, 2, 3. Үшінші столбикқа салып, арғы бетінен тоқыммен соединительный столбик. Каждый столбикқа соединительный столбик тоқимын. Маркерға дейін осылай тоқисыздар. Мына қайтадан маркерға дейін жеттім. Бұл жерге қайтадан жай ғана столбик тоқимын. Маркермен белгі беріп қоямын. Ары қарай қайтадан жай ғана столбик, соединительный столбиктер тоқимыз. Мына біздің носкиіміздің үст жағы резинасы получается, но носкидің үш жағы, қалай айтсам, табан жағы да, мына өкше жағы, мына табан жағы, мына жаңағы резина жағы. Бұл енді бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл жерде жай ғана жаңағы соңғы столбикқа дейін соединительный столбик жасайсыз. Міне соңғы столбигіміз, мынау менің. Бұл жай ғана соединительный столбик и воздушная петля, обязательно петля подъема деп те аталады. И үшіншіге саламыз. Мен жай ғана сіздерге түсінікті болсын деп осы жерін қайта-қайта түсіріп жатырмын. Бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Өзгеріс мына маркер тұрған жерде және носкидің өкшесі, табан жағында ғана өзгерістер болады. Қосып, азайтып тұрамыз. Бос қылып тоқимыз. Бос қылып тоққаннан кейін бұл мындай созылып әдемі болып тұрады. Бұл жерде де ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл жерде де жай ғана маркер тұрған жеріміз, маркерді шешіп аламын. Осылай сіздер де маркермен пайдаланыңыздар, ыңғайлы болады. Маркер жоқ болса, любой жебіліп қойыңыздар. Бір белгі беріліп тұрған дұрыс болады. Енді мына жерде кішкене ғана өзгеріс болады мына жерде. Обязательно ең соңғы ілмектен аламыз. Мынау осыдан енді кейін мына жерден екеу қалдырамыз. Екі столбиктан соединительный столбик жасаймыз. Бір, мына екі. Екеуін алдым, екеуі қалды, екі столбик. Бір воздушная петля, кері қарай қайтамыз. Үшінші столбиктан аламын. Бір,
мына 2, мына 3. И кері қарай маркерға дейін тоқимыз. Осылай жай ғана соединительный столбикпен мына осындай шығу керек сіздерде. Маркерға дейін тоқып келдім. Маркерді қайтадан орнына ауыстырып, енді ары қарай соңына дейін тоқисыздар. Былай кішкене мына жерге дейін давайте, былай мына жерге дейін өздеріңіз тоқыңыздар, и мына жерге дейін мен жоғары, төмен мына жерде кездесеміз. Міне маркерға да тоқып келдім. Міне маркерді аламын. Міне тоқыдым да маркерға. Столбик қайтадан маркерді белгілеп қоямын. Енді соңына дейін жай ғана соединительный столбикпен тоқып шығамын. Менің каналымда тағы шапкалар бар, көп көрсеңіздер болады. Сумка, тағы көптеген тоқылған заттар бар. Менімен бірге болыңыздар, әлі мен деген талай қызық дүниелер тоқитын боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Вот, мына жерге келдім. Енді мына жерде соңғы столбигім бар, міне. Столбик и кейінгі 2 столбигім бар, мына жерде. Осыны тоқимын. Біреу, екінші столбик. Обязательно бір петля подъема. И мына жерде 3-ші столбикті тоқимын. Маркерға дейін бізде носкиіміздің табан жағын, өкше жағына жер кішкене біз қысқартып, былай кішірейтіп жатырмыз. Енді сіздер өздеріңіз маркерға дейін тоқып келіңіздер, сөзде кездесеміз. Мен маркерға дейін тоқып келдім. Маркерді аламын. Мына жерге маркерімізді мына жерге белгілеп қоямын. Енді соңына дейін тоқып, қайтадан сіздер мына жаққа жоғары тоқыңыздар, кейін төмен қарай тоқып, мына жерге қайтадан кездесеміз. Міне мен мына жерге тоқып келдім, осындай шығу керек сіздерде де. И міне қараңыздар, міне қазір толығымен бір қатар былай и бір қатар былай, мына жерде қайтадан кездесеміз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Жай ғана мына жерде обязательно воздушный петляны жасауды ұмытпаңыздар. Мына жерде маркерді ауыстырасыздар и мына жерде бір воздушный жасайсыздар. Бұлар екі жағында обязательно воздушный петля жасаймыз, оларды ұмытпасаңыздар болды. Ары бері екі қатар тоқып шығыңыздар. Мынау бір қатар и жоғары қарай бір қатар, екі қатар болады. Мына қараңыздар, мына жерде міне осылай и маркерді міне мен екі қатар былай төмен жоғары тоқып шықтым, жаңағы айтқанымдай. Енді сіздер қайтадан мына жерде бір воздушный аласыздар, төмен қарай маркерді ауыстырасыздар, и мына жерге келгенде екі петля тоқымайсыздар, сосын қайтып жоғары қайтамыз. Тура солай өздеріңіз тоқыңыздар. Қараңыздар, менде екеу тоқымай қалды. Енді қайтадан кері тоқимын. Кері қарай жай ғана өстіп тағы да соединительный столбикпен тоқимын. Осылай сіздер тоқып, ешқандай өзгеріссіз қайдан маркерді ауыстырасыздар. Мына жерде воздушный бір столбик петля подъема көтеруді ұмытпаңыздар. Қайдан кері қарай тоқып келіп, қазір мына жерде екі тағы да столбик қалдырамыз, соға дейін тоқиық. Мына жерге тоқып келдім, мына жерде енді тағы да екі столбик қалдырамын мен.
мына жерде біреу екеуді, мына біреу, мына екінші. Осы екі столбик қалдырып, мына осылай тоқимыз. Енді бір столбик петля пойдем обязательно. Енді бұрыластырда соединительный столбикпен, міне осылай да, соединительный столбикпен былай тоғып келесіздер, маркерді ауыстырасыздар. Мына жерде обязательно бір столбик көтересіздер петля подъемада, воздушная петля деп те аталады. Қайтадан кері тоқып келіп, қазір мына сосын мына жағын бірге біріктіретін боламыз. Мына жерге келдім, иә. Мына жерде енді мына соңғы столбигім бар. Мына жерде екі столбик бар, мына қатарда, иә. И мына жерде екі столбик бар. Сол екі столбиктарды соединительныймен қосамыз. Мен біреуін қостым, и мына екінші столбикті қостым. И төменде менде тағы екі столбик бар. Біреу, екеу. Енді біз ары қарай бір воздушная петля көтереміз. Біреу, екеу, мына үшеу. Мына жерге, мына столбикқа саламын. Енді осылай сіздер өздеріңіз қайтадан жоғары қарай, маркерді ауыстырамыз, жоғары қарай тоқимыз, бір воздушный петля алып, кері төмен қарай өздеріңіз тоқып шығасыздар. Мына мен 28 қатар тоқыдым, 28 қатар тоқыдым. Енді тоқып болдым, енді бір петля подъемы. Енді мына жерде жаңа маркерімізді жылжытып келдік, мына жерге дейін. Сол жерде біз қазір добавка жасаймыз, қосамыз. Міне енді қайтадан тура солай үшінші ілмекке салып, осындай болып шықты ғой бізде. Сіздерде де осылай болып шығу керек. Енді мына жерде менде міне маркер тұр, тура маркердің қатарымен де осы жерге мен добавка жасау керекпін. Енді мына жерде мен алып тастаймын да, мына жерге қараңыздар. Екі сразу мына столбигіміз тұр ғой, бағанан бері біз мына бір жібінен ғана іліп алып келеді ғой, бір ілмейтін. Енді полностью толығымен аламыз, міне былай. Косичкамыз получается, да? Біреу. Тағы да осы жерге саламда алып шығып, міне біздімізде екі ілмектен бір ілмек шығып. Сонда бұл столбик без накида. Міне екеу жасадым, мына үшіншісі тура, міне екі жібім бар, мына ілмегіне екі ілмектен бір ілмек шығады. Бұл мына жерде бір ғана ілмектен үш столбик с одним накидом жасадым. Енді мына жерде мен тура ортасында, тура ортасына маркермен белгі беріп қойдым. Ары қарай енді бір бағанағыдай бір арғы шетіндегі ілмектен алып тоқимыз. Еще соединительный петля жай ғана бағанағыдай тоқи береміз. Мына жерде ғана біз столбик без накидада үшеу тоқимыз. Соңына дейін тоқып, сіздер соңына дейін тоқып, бір
воздушный петля алып мына жерге дейін тоқып келіңіздер. Мен маркерға дейін тоқып келдім, мына белгі беріп қойған жерімізге дейін тоқып келдім. Мына жерде мына барлығын осылай жағына соединительный столбикпен тоқимын да мына. Енді мына жерге маркерға келдім. Маркерді алып тастап, осы жерге қараңыздар, қайтадан екі ілмектен бір ілмек шығарып, бұл столбик без накида. Тағы да тура сол жерден аламын, міне. Тағы бір ілмек шығады, міне екі ілмектен бір ілмек. Тағы да екі ілмектен бір ілмек. Бұл бізде столбик без накида. Енді бізде тура ортасына белгі беріп қойдым. Мына жерге мен маркер салып белгі беріп қойдым. Енді ары қарай жай ғана соединительный столбиктер тоқимын. Осылай. Соединительный столбик бағанағыдай бір косичкамыздың тоқылған столбигіміздің арғы жағынан бір жіптен ғана алып, осылай соединительный столбик тоқимыз. Осылай. Соңына дейін келдім. Енді соңғы ілмектерімді тоқимын. Обязательно бір петля подъема. Енді ары қарай тағы да үшінші ілмекке саламын. Арғы бетіндегі бір жіптен, осылай маркерға дейін тоқимыз. Маркерға дейін тоқып келдім. Енді маркерді алып тастап, маркерді мына екі жіптен алып, міне біздімде бір ілмек бар, міне маркерді екі жіптен алдым сразу. Тура сол жерден тағы да екі ілмек бар біздімде, бір ілмек жасап тоқыдым да, мына жерге тағы да біздімде екі ілмектен бір ілмек. Енді мына жерге қайтадан мына ортасындағы маркер қоямын. Ары қарай соединительный столбиктер. Мына жерде бір ілмектен ғана ары қарай тура бағанағындай тоқимын. Енді сіздер мына жерге дейін өздеріңіз тоқып келіп, бір петля подъема обязательно алып, мына жерге қайтадан маркерға дейін тоқып келіңіз. Мына дейін тоқып келдім мен. Енді мына жерге мен біздімде бір ілмек бар. Мына жерден маркерді алып тастаймын. Екі ілмектен бір ілмек шығарам, қайтадан тура осы жерге салам. Екі ілмектен бір ілмек. Қайтадан тура осы жерге салып, екі ілмектен бір ілмек. Енді мына жерге маркерді іліп қоямын. Екінші столбикқа сонда мына жағында бір-бірлерден тура ортасына ілдім. Енді мына жерде төрт ілмек мен тоқмай кетемін. Ары қарай мына жерде мен қайтадан бір ғана ілмектен іліп соединительный столбик тоқимын. Мына жаққа дейін өздеріңіз тоқып келіңіз. Енді мына жерде 1, 2, 3, 4, міне 4 столбик, бір столбик тоқсам, 4 столбик қалады. Бір воздушная петля. Енді мына жерден былай қарай добавка жасайсыздар. Мына жерде мен маркерім түсіп қалыпты. Жерге добавка жасайсыздар, мына жерге келіп, тоқып келесіздер. Бір воздушный алып, мына жерге дейін өздеріңіз тоқып келіңіздер. Жерге кездесеміз. Мына ары қарай үшінші столбикпен алып тоқимыз. Міне маркерға дейін тоқып келдім. Енді маркердің бізде ары қарай керегі жоқ. Мына жерде тура ортасы мына жерге. Мен мына жерге қазір 3
соединительный тура бағанағыдай. Мынау просто біз өкшесін шығарып жатырмыз. Міне өкшесі, иә. Өкшесін шығарып жатырмыз. Енді ары қарай соединительный столбикпен тоқып опа. Енді мына жерде екі столбик қосам, екі столбик қалады. Міне бірінші столбик соединительный столбикпен, екінші столбик соединительный столбикпен. Екінші столбикпен соединительный столбик. Бір столбик петля пойдем. Енді ары қарай қараңыздар, үшіншіге саламыз. Үшінші столбикқа да. И ары қарай тағы да осылай соединительный столбикпен тоқимыздар. Енді сіздер мына қараңыздар, мына жерде былай жай ғана тоқып шығасыздар, добавка жасамайсыздар. Жай ғана былай тоқып шығасыздар и былай қарай тоқып келесіздер да. Бір столбик, воздушный столбик алып, кері қарай қайтып, мына жерде қайтадан кездесеміз мына жерде. Енді соңғы столбикқа тоқимын міне. И ары қарай мына жерде менде екі столбик бар. Міне бір. Міне екінші столбик. Толығымен ілінеді. Вот так. Міне екінші столбигімізді тоқыдық. Міне енді біздің носкиміз осылай шығып жатыр. Қарайсыздар, міне бірдей болып шығу керек мына жері. И мына жағы бірдей болу керек. Міне. Вот. Енді бірінші мына жерде қарасаңыздар, косичка сияқты тұр, шаршы, өрілген шаршы сияқты. Міне осылар тұр. Міне мына жақта да бар ол. Міне өрілген шаршы сияқты. Енді соң ең біріншісіне саламын міне. И мына ilмегімді бері қарай алып шығарамын міне. Енді бір воздушный жасадым. Ары қарай міне келесі мына жерден екі жіптен толығымен аламын. Мына жерде бір мындай біреуінен ғана аламын. Бір арғы жағындағы косичканың арғы жағындағы жіптен ғана аламын. Вот так. Тоже соединительный тоқимыз. Міне келесі мынау екі столбиктан толығымен алдым. Мына жерде жартылай ғана аламын. Бір жүргенде бір ілмекте. И осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мына ілмекте, мына жағынан бір жіптен бір ілмектен. Ер жағы өз жағыңыздағы екі ілмектен аласыз. Арғы беттегі бір ілмектен аласыз. И соединительный өстіп соңына дейін тоқып шығу керекпіз. И тартпай бос қылып тоқимыз. Тартсаңыз дұрыс болмай қалады. Осылай. Аяғына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне менің соңғы ілмектерім, соединительный столбигім и ұшынан да ең самый төбесіне де соединительный жасаймын. Енді бұны қайшымен кесіп осылай мынаны былай бекітіп мынаны былай примерно сіздер кейін тығып тастайсыздар. Көрінбей кетеді. Осылай. Енді мына осындай болып міне шықты, носкиміз. Қазір ар жағын аударып көрсетемін, бірақ мына жағын до конца бітіре салайық бер жағын. Енді
осылай әр столбиктің үстінен міне осындай носки болып шықты. Мынаны былай қайырып қоямыз. Міне осындай носки болып шықты. Мына артық жіптерін кейін кесіп тастаймыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп сіздерге сәттілік. Менімен бірге тоқыңыздар. Мені бір кеңесімдер сіздерге бұл видеоны носкиді тоқу үшін бірінші бір рет видеоны көріп шығыңыздар. Сосын видеоны тоқтатып менімен бірге тоқсаңыздар, осындай әдемі носки шығады. Бұл менде 1 жастағы қыздың аяғына арналған носки.